Ей, кім? Саламатсыз ба? Ойбай, апа, есік сындырасыз, қайтесіз? Звонок бар ғой, соны баспайсыз ба? Сен кімсің? Сіз кімсіз? Сәкен қайда? Сәкен деген кім? Сәкен осы үйдің иесі? Ай, жоқ. Сәкен танымасың мұнда. Сен не істеп жүрсің? Сәкен? Өлі. Жоқ, бұл кісі не болады? Білмеймін ғой. Сәкеннің үйі деген. Қазір мен полицияға хабарласам. Сәкен! Апа, не қылдың? Сәкен іздеп, кайыпты құртыңыз, енді кірсейін деп жатырмыз. Алло, полиция! Сендер не айтып тұрсыңдар, а? Ой, апа, айтып жатырық қой, адам құсап сізге. Бұл арендаға берілетін үй ғой сондай. Ай, ай. Жалдап ағамыз ғой. Мүмкін емес. Мен алдында ғана осы үйде болып кеттім, иә? Дұрыс қой, енді сіз болып кете беріңіз. Кім болмай жатыр бұл жерде? Сіз кеткеннен кейін бізге өткізіп жіберген да, енді біз ақшасын жалдап ағамыз да, апа. Мыналар бәрі мені жынды қылып тұр ғой деймін, а? О, полиция бала. Келгені қандай жақсы болды. Есіңде ме, менің майор балам бағана бізді жолда ұстап едің ғой? Сіз анау өтірік майордың анасы емессіз. Қайдағы өтірік майор? Менің баламшы. Апа, сіздің балаңыз өтірік документ істеп, сотталып кетейін деп қалды, білесіз ба? Балаңыз таза алаяқ екен. 10 минут ақша кеп беремін депті, жоқ болып кетті. Қалай алданып қалғанын білмей қалдым. Мына кісінің баласы ма? Ойбай, бізге алаяқ деп қойсыз. Өз балдарына жетісіп тұрған жоқ екен ғой. Сен бала, тыныш тұр. Қазір екеуіңді суретке түсіріп, анау әйеліңді жіберем. Апа, мен вообще бұл кісінің әйелімін. Мені төмен бағаламаңыз. Иә, біз сондай орысшалап ойлаймыз, өйтіне алмаңыз.